байлаған уақытта қолдың иесі ғана қалды, қалған бәрі автоматталған. Мына жанында тұрғандар біздің ағашпен айланысатын станоктарымыз. Бұл енді есік. Таза есік жасалынады ағаштан. Бұны салмақты. Ертеңіне кепкен ағашпен жасалған антиквар ретінде. Болашақта қалатын сапалы ретінде. Ар жағын бояуда істе жүріп жатыр. Осы енді бұл ең осы қазақ үйдің несінде сүйегі маңызды. Сүйегін жасалғаннан кейін әйел адамдардың сырмағы бар, киізі бар, киіндіруі бар, көрпе жастығы бар, ағаш бұйымдары бар, бесігі бар, сандығы бар, төсегі бар, алдыбақаны бар, жаңағыдай даладан ететін. Осы енді Астанада орталық ашылады. Орталық жол үкіметтен жері бөлініп нетті, орталықты осы қазір мынау ауданда жүрміз, шаруашылықта. Ертеңгі күні не ашылғаннан кейін сол жаққа көшіреміз. Мақсат бүткіл қазақ елінде жүрген қол өнердің несін бір орталық жасайық деп, енді ең қиын заты сүйегі болған, сүйегінен шығардық. Ары қарай енді ол жеңілдеу жұмыс. Енді соны істі жақсы көретін адамдар біз де біледі, біз оларды білеміз. Сондай бір орталық жасап, өзіміздің ұлттық затты ертең әрбір ойымызда, әрбір мектепке қойсақ деген ой бар. Мектепке, балабақшаға, оқу орындарға өсіп келеткен өзіміздің балдар, немерелер осында қазақ тілін оқып, қазақ тарихын өтіп, атауларын біліп, тәрбие ретінде неткен сондай мақсат қойдық мектептерге. Содан кейін ары қарай туристік компаниясы бар, басқа нелер бар, ары қарай уже жалғаса береді. Нақты жастарды осы ұлттық затпен үйреткенге сол мақсатты таңдадық. Қазір енді шешіліп жатса, қазір басқа балабақшаның нелері нетіп жатыр, шешіліп бәрі нетіп жатыр, дұрыс болатын болса, біз осыны дайындап қойғанға дайынбыз.